Орталық саябақ. Шымкент қаласының орталық саябағы қаладағы ең көне саябақтардың бірі. Қазбек би және Тәуке хан көшелерінің қиылысында орналасқан мәдениет және демалыс саябағы 1937 жылы салынған. Саябақты қала орталығындағы жасыл оазис деуге болады. Мұнда балалар мен ересектерге арналған түрлі аттракциондар, кафелер, ойын павильондары жұмыс істейді. Әдемі безендіріліп егілген көгал раушан бұталары, сәнді гүлзарлар саябаққа көктемнен қара күзге дейін сән беріп гүлдеп тұрады. Саябақта 19 ғасырдың соңы мен 20 ғасырдың басында отырғызылған ағаштар да бар. Шымкенттің аптап ыстығында қала тұрғындары мен қонақтары осындағы фонтандар жанына тынығуға келеді. Ағаштар саясында демалады. Орталық саябақ қаланың ең тартымды демалыс орындарының біріне айналған. Шымкент қаласына келіп, міндетті түрде қаланың әдемі саябағында серуендеуге уақыт табыңыз. Мұндағы атмосфера ерекше. Саябақта осыдан 2 жыл бұрын орнатылған мүсіндік композиция Алаш арыстандарына арналған. Ол КСР құрылғанға дейін тәуелсіз Қазақстанды құру үшін күрескен көрнекті алашордалықтардың мүсіндері орнатылған тұғыр. Онда Байтұрсынов, Шоқай, Бөкейханов, Досмұхамбетов және әрлі азаматтардың тұғырда тұрған бейнесін көруге болады. Саябақ аумағында қалалық ардагерлер ұйымының ғимараты орналасқан.